Саламатсыздар ма? Мен Оңтүстік Қазақстан индустриалды инновациялық колледжінің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің оқытушысы Шабақ Ағарке Ержанқызым. Бүгін біз сіздермен онлайн сабағымызда қазақ әдебиетінен озық сыршыл ақындарымыздың бірі Сырбай Мәуленовтың өмірі мен шығармашылығы және оның соғыс тақырыбындағы Түбірлер, Боранда, Ақ түн, Жастығым сені жоғалттым, Қош бол сәулем өлеңдерін талқылайтын боламыз. Сабағымыздың мақсаты қазақ лирикасының классигі Сырбай Мәуленовтың сырбаз сыршылдық пен сымбатты суреткерлік өлең өрнегі, соғыс тақырыбын арқау еткен шығармаларының ерекшелігі мен мәнін ашуға дағдыландыру, ақын өлеңдерін оқыту арқылы оқушылардың бойына рухани эстетикалық ойлау қабілеттерін дамыту және де отансүйгіштікке, поэзияға деген сүйіспеншілікке баулу, өзін-өзі бағалай білуге машықтандыру. Осы мақсаттар негізінде күтілетін нәтиже ақынның өмірі мен шығармашылығымен таныс болады, соғыс тақырыбындағы өлеңдерінің мәнін ашуға дағдыланады және де өз бетімен өлеңнің құрылысына және де оның идеясы мен мәнін ашуға машықтанады. Ең алдымен Сырбай Мәуленов жайлы видео көрсетілімге назарымызды аударып, ақын жайлы мәліметпен таныс болайық. Ақын Сырбай Мәуленов 1922 жылы Қостанай облысы Жангелдин ауданында туылған. Ұлы Отан соғысының ардагері, Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын бітірген. Ол Қазақ мемлекеттік көркем әдебиет баспасында, Жазушылар одағында, Қазақ әдебиеті газетінде, Жұлдыз журналында көп жылдар бойы әртүрлі жауапты қызметтер атқарған. Ақынның тұңғыш өлеңі 15 жасында Жамбыл облысының Колхозшы газетінде жарияланды. Өлеңдер деп аталатын алғашқы жинағы 1948 жылы жарыққа шыққан. Кейін Таңдаулы өлеңдер атты таңдамалысы, Шаңқай түс атты өлеңдер жинағы, Жер нәрі атты әдеби портреттер мен очерктер жинағы, Абай, Ыбырай, Сәкен, Ілияс, Бейімбет, Қасымдардың өмір жолдары көркем бейнеленген Үркер төбеде тұр кітабы, естеліктер мен портреттер, этюдтер кітабы жарық көрді. Шығармаларында туған жер, замандас және оның жасампаз еңбегі жарқын жырланады. Жазушының балаларға арнап жазған Барлаушы бала, Құлыншақ, Бала жолбарыс, Амангелді Имановтың балалық шағы туралы Қорқақ торпақ секілді көптеген өлеңдер мен әңгімелері жарық көрді. Оның Жаңа көктем, Дала таңы, Көгілдір таулар, Жер нәрі, Апрель жапырақтары, таңдамалы лирикалары, Жапырақтар жанады, өлеңдер жинақтары орыс тілінде Мәскеуде басылды. Ақынның бірнеше өлеңдері орыс тілі арқылы әлемнің көптеген елдеріне танымал болған. Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Юрьевич Лермонтов, Николай Алексеевич Некрасов, Михаил Васильевич Ломоносов, Джордж Гордон Байрон, Владимир Владимирович Маяковскийдің әдеби шығармаларын қазақ тіліне аударған. Ақын Сырбай Мәуленов 1993 жылы ауыр науқастан дүниеден озды. Сырбай Мәуленов «Қош бол сәулем» өлеңінде ғашығымен қоштасып, сүйгенін қимай, майданға аттанып бара жатқаны жайында жазған. Өлең жолдары былай аяқталады. Қош бол сәулем, қан майданға жөнелдім, жаным барда жаудың жолын бөгермін, бұл тасынан шыққан күндей жарқырап, күте берсен, мен оралып келермін. Міне, махаббатқа арналған осы бір шумақ өлеңде үлкен нәзік сезім жатыр. Мұндай туындыларынан ақынның сыры ғана емес, сонымен бірге өлеңінің мінезі де көрінеді. Өлеңге ерекше ажар беретінді, қасиетін танытатын да осы сыр. Ақын өзінің жүрек сырын, ішкі мұңын өлең жолдарымен жақсы жеткізе білген. Сырбай Мәуленовтің Түбірлер өлеңінің шығуына Сұрапыл соғыс туралы естелік арқау болған. Ақын соғыстан кейінгі жылдары қан майданның ізі қалған Волхов орманына отбасын ертіп келеді. Ерлік пен өрліктің ізі қалған жерді ұрпағына көрсетеді. Нәзия өзенінің жанына келіп, беті қолын жуып, бір сәт ойға шомғанда, басынан өткен сұм соғыстың барлық ауыртпалығын қайта сезінгендей күйге түседі. Бұл туралы ақынның өзі былай дейді. Айнала баяғы батпақ, сол батпақты бір кезде белуардан кештік. Сол батпақты терең етіп қазып,
сол батпақтың ішіне түнедік. Сол батпақты жауығына қалқан қып тосып қорған еттік. Енді сол батпақтан соғыс кезіндегі соқпағымды іздеп ерсілі-қарсылы біраз жүрдім. Әр жерде бір кесіліп қалған түбірлер кездеседі. Маған олар қол-аяқтан айырылып, мүгедек болып қалған солдаттар секілді елестеді. Осыдан барып, түбірлер деген өлең кеудемде күмбірледі. Сырбай Мәуленовтің «Жастығым сені жоғалттым» туындысына да сыр бойында өткен балғын балалығы, майдан шебінде жаумен шайқасқан күндері мен жастық шағына деген сағынышы негіз болған. Ақын соғыс өртінде өткен үрей мен үмітке толы жастығы үшін қапаланып, алаңсыз күндерді аңсап, арманға беріледі. Боранда өлеңі ақынның соғыс жылдарында майданда жүріп шығарған туындысы. Бұл туындыда қақаған қыстың ызғары мен суығына қарамастан, жауға берілмей, отан үшін жанын пидеткен батырлар жайында жазылады. Болашаққа сенгендіктен олар жеңілмейді. Бұл шығармада ақынның соғыс жылдарындағы толғаныстары мен табиғат бояулар көркем суреттелген. Өлең жолдары әрі қысқа, әрі нұсқа болса да, ақын өз туындысы арқылы бүкіл өмір философиясын оқырманға жеткізе білген. Сырбай Мәуленовтің сырбаз сыршылдық пен сымбатты суреткерлік сиқырына бөленген шығармасы «Ақ түн өлеңі». «Ақ түн» өлеңінде бояулар әлеміндегідей түстердің ғажаптығы мен сиқыры жайлы жазылады. Түнді ақ бояуға теңеп, сол түспен табиғатта Ленинград алаңдарын Пушкиннің жүрегімен теңестіре жырлайды. Ақ түсті пәктіктің, адалдықтың, достықтың белгісі деп біледі. Ақын ақ түске жан бітіріп, қазақ поэзиясында жаңа, өзіндік көркемдік жүйе қалыптастырады. Ақынның өмірі, оның шығармашылығы, соғыс тақырыбындағы өлеңдері туралы мәліметпен таныс болғаннан кейін дәптерлеріңізге тапсырманы орындайсыздар. Сіздерге негізінен 4 тапсырма берілді. Бірінші тапсырма Сырбайдың жалпы шығармашылығына арналған. Бұл жерде 50-ден астам өлеңдері тек қана қазақ тілінде ғана емес, орыс және басқа да туысқан халықтардың тілдеріне аударылған. Мына жерде сіздерге бос бағандар берілген. Осы бос бағандарға ақынның басқа тілде жарияланымға шыққан туындыларын жазып шығасыздар. Екінші тапсырмамыз біздің «Қош бол сәулем» өлеңіне арналған. Бұл жерде әдеби диктант берілді. «Қош бол сәулем» өлеңінде мына жерде қалып кеткен көп нүктенің орнына тиісті сөз және сөз тіркестерін қойып көшіріп жазасыздар. Үшінші тапсырмамыз біздің «Түбірлер және жастығым сені жоғалттым» өлеңіне арналған. Бұл жерде сіздерге өлеңді сатылай кешенді талдау жүргізесіздер. Мына жерде үлгі көрсетілген, осы үлгідегі 12 бағанға тиісті мәліметтерді толтырып шығасыздар. Ал соңғы 4-ші тапсырмамыз ақынның Боранда және Ақ түн өлеңдеріне арналған. Бұл жерде сіздерге 3 баған берілген. Бірінші бағанда тұжырымдар, екінші және үшінші бағандарда дұрыс және бұрыс деген сөздер тұр. Бұл жерде егер бірінші тұжырымды Сырбай Мәулен ақ түнді аққудың қанатына теңейді. Бұл дұрыс тұжырым ба, әлде бұрыс тұжырым ба? Егер дұрыс болса дұрысын белгілейсіздер, бұрыс болса бұрысын белгілеп, маған Платон сайты арқылы кері байланыс жасайсыздар. Түсінбеген сұрақтарыңыз бар болса, сол Платон сайтында маған сұрақ қойсаңыздар болады. Бүгінгі сабақ арқылы ақын жайлы көп мәліметпен таныс болды деген ниетпен сабағымызды аяқтаймыз. Қош, сау болыңыздар.